Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Сендерге бүгінгі сабақты болжау үшін бейнеролик ұсынамын. Мұқият тамашалаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын осы бейнеролик арқылы болжаңыздар. Наурыз күні күн мен түн теңесіп, жер анамызбен бүкіл тіршілік атаулы қайта оянып жанданады. Бұл күні ұлыстың ұлы күні жаңа жыл мерекесі. Түсіндің бе? Керемет! Жаңа жылды, яғни Наурызды қалай қарсы аламыз? Оны білмедім. Жүр, Торсығатаға барып, Наурыз туралы сұрап алайық. Наурызды қалай қарсылатынымызды білмейді екенбіз. Ілгеріде Наурызды бүкіл ел болып тойлайтынбыз. Нәурсек деген құс келген кез көктемнің шыққанын білдіретін. Ортаға үлкен қазан қойылып, 7 түрлі дәнді дақылдар қосылған Наурыз көже дайындалатын. Наурыз көженің дәмі тіл үйрер керемет болушы. Елдің бәрі Наурыз көжеден дәм татып, ән салып, бей-бейлейтін. Содан соң түрлі ойындар ойналады. Қандай тамаша мереке, ата! Жаңа сіз айтқан Наурыз көжеге 7 түрлі дәнді дақылдар қосылады дедіңіз. Оларды атап айтыңызшы, мен жазып ала қояйын. Жаңылмасам бидай, арпа, жүгері, тары, ноқат, күріш және сұлы ғой деймін. Рахмет, ата! Кеттік, Кәмшат! Наурызекті күтеміз! Сау болыңыз, Торсығата! Сау болыңыз, Торсығата! Наурыз көже пісіргенде сізге ала келеміз. Ой, рахмет, айналайындар. Наурыз көже ішпегелі қайсаман. Өркендерің өссін, айналайындар. Балалар, ұсынылған бейне баянды тамашалап, бүгінгі сабағымызды болжадыңыздар ма? Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабағымыз өткен сабақпен тығыз байланыста. Яғни, сабағымыздың тақырыбы Наурыз ұлыстың ұлы күні. Мәтінмен жұмыс. Пән мұғалімі Оспанова Назира Тұрлыбекқызы. Сабақтың оқу мақсатына назар аударыңдар. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау. Жазбаша, ауызша жұмыстарда сілтеу есімдіктерін орынды қолдану. Олай болса, оқулықтарыңда берілген 5-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Наурыз мейрамы ұлыстың ұлы күні. Наурыз жыл басы. Наурызда күн мен түн теңеледі. Жаңа күн басталады. 22 Наурыз бүкіл шығыс халықтарының мерекесі. Оны қазақ халқы ертеден тойлап келеді. Қазақтар Наурыз мейрамын ұлыстың ұлы күні деп те атайды. Ұлыс, мекен, аймақ дегенді білдіретін көне түркі сөзі. Ұлыстың ұлы күні дегенде бүкіл аймақтың, барлық елдің қуанатын, тойлайтын күні деген мағына берген. Яғни, сол ерге ортақ, ең қасиетті мейрам дегенді білдіреді.
Қазақ халқында бұл мейрамды тойлаудың ертеден қалыптасқан дәстүрі бар. Ең алдымен адамдар өз отбасыларында Наурыз таңын қарсы алады. Бір-біріне жақсы тілектерін айтады. Үйдегі үлкен кісілер жастарға бата береді. Ренжіскен адамдар Наурызда бір-бірінен кешірім сұрап татуласады. Бұл күні дастарханға әртүрлі ұлттық тағамдар қояды. Солардың ең бастысы Наурыз көже. Наурыз көжені 7 түрлі тағамнан пісіреді. Одан бүкіл ауыл адамдары дәм татады. Дастарханға ауылдың үлкен ақсақалдары бата береді. Қазақ халқы Наурыз тойын көңілді өткізеді. Өнерпаздар ән айтып, бишілер би билейді, күйшілер күй тартады. Әртүрлі ұлттық ойындар ұйымдастырылады. Салт дәстүр көрсетіледі. Наурыз табиғат мейрамы деп те аталады. Себебі бір жағынан көшпелі тұрмыс кешкен, екінші жағынан жартылай отырықшы болған қазақ халқының өмірінде табиғат ананың бұл мерекесі ерекше орын алады. Адамдар ауласын тазалап, үйдің, ауылдың көшелеріне ағаш көшеттерін отырғызады, бұлақтың көзін ашады. Сөйтіп адамдар табиғат анамен бірге жаңа өмір, жаңа күн басталды деп қуанады. Мәтінді мұқият оқып шығыңдар. Келесі 75-ші беттегі 6-шы тапсырмаға назар аударыңдар. Мәтінде қою қаріппен жазылған сөздерді аудармасымен бірге дәптерлеріңе жазыңдар. Берілген сөздер: теңеледі, шығыс халықтарының, ұлыс, аймақтың, татуласады, дәм татады, көшпелі тұрмыс, жартылай отырықшы. Мұқият болыңдар балалар. Келесі 9-шы тапсырма. Көп нүктенің орнына сілтеу есімдіктерін жазыңдар. Берілген сілтеу есімдіктері: олар, осы, бұл, оны, оған, соны, оның, ол. Іске сәт балалар. Келесі 10-шы тапсырма. Сөйлемдерде берілген сөздердің орнын алмастырып, дұрыс нұсқасын жазыңдар. Мұқият болыңдар балалар. Сонымен бүгінгі сабағымды қорытындылаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.